Баршаңызға сәлем достар. Сіздерге бүгін пайдалы дүниемен бөліскім келіп отыр. Сәби қалай ұйықтау қажет? Енді босанған жас аналар сәбиді қалай жатқызып, қалай емізу керек екенін білмейді. Сондықтан менің видеом сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Ең алдымен менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздерге үнемі пайдалы кеңестермен бөлісіп отырамын. Енді туылған сәбиден бастап 4-5 айға дейінгі сәбилерді тура осылай жамбас бетімен қаратып жатқызған дұрыс. Или оң жамбас, или сол жамбас. Артына тіреуіш қойыңыздар. Сәби ешқашан қараусыз кезде етбетімен жатқызып қоймаңыз. Себебі етбетімен жатқан кезде қалдық немесе тыңқиып еміп алған сүтін құсып жібереді. Сол сүтке тұншығып қалуы мүмкін. Сәбилерді көбінесе оң немесе сол жамбасқа қарап жатқызып, артқы жағына, омыртқа жағына шашықты немесе жаялдықты орап қойып қойғаныңыз дұрыс. Сонда құсқан кезде жамбасқа қарай құсады. Сонда өзінің ішкен құсқан сүттеріне тұншығып қалуынан сақтайды. Егер балаңызды тыңқитып емізіп алған болсаңыз, балаңызды қараусыз кезде етбетімен жатқызып кетпеңіз. Ол қауіпті. Қараусыз кезде балаңызды жоғары қарап жатқызып қоймаңыз. Себебі жоғары қарап жатқан кезде де бала құсып жіберуі мүмкін. Сондықтан бұл ең қауіпті жағдай болып келеді. Бала құсқан кезде өзінің құсығына тұншығып қалуы да мүмкін. Балаңызды етбетімен жатқызған кезде бірер минут қана жатқызғаныңыз дұрыс. Қараусыз қалдырмаңыз. Ең дұрыс шешім сәбиді бір жамбасқа қарап жатқызып, артына тіреуіш қойып, басын жоғарыға қаратып жатқызыңыз. Сонда балаңыз тұншығудың алдын аласыз. Достар, менің пайдалы видеом сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болатын пайдалы кеңестер бір арнасы.